Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмыстық топтардың қызметін әшкерелеу және жолын кесу жөніндегі жұмысты жүйелі түрде жүргізуде. Жыл басынан криминалдық құрылымдардың жетекшілері мен қатысушыларына қатысты 25 қылмыстық іс, оның ішінде трансұлттық сипаттағы белгілері бар ұйымдасқан қылмыстық топтар бойынша 4 іс қозғалды. Қылмыстық қоғамдастық құрудың бір фактісі анықталды. Сондай-ақ бірінші рет трансұлттық қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Көрсетілген істер бойынша қылмыстық қудалау орбитасында тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар шетелдерде ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған криминалитет өкілдері бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, мемлекеттік күзет қызметімен және бас прокуратурамен бірлесе отырып, дәлелдеме базасын, оның ішінде мемлекет аралық деңгейдегі дәлелдеме базасын жинау бойынша іс-шаралар кешені жүзеге асырылуда. Барлығы 100-ден астам адам жауапкершілікке тартылды. Бандитизмге қарсы күрес ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында.